Сәлем достар, ассаламалейкум. Бүгін сіздермен өте күшті тақырыптардың бірімен бөліскім келіп отыр. Оратор үшін маңызды, жалпы тұлға ретінде даму үшін де маңызды тақырыптың бірі бұл өз арманыңыздың орындалуына имандай сеніңіз деп аталады. Иә. Осы жерде мынандай бір аят есіме түсіп отыр, қателеспесем, сендер дейді, Алланың рахметінен үміт үзбеңдер дейді. Яғни бұл дегеніміз, бір Аллаға тәуекел етті, арманыңды жүзеге асыра бер, болды. Көп уайымдеудің немесе ойлаудың қажеті жоқ. Әрине, дұрыс әрекет керек содан кейін. Ал дұрыс әрекетке меңзейтін бізде, білесіз бе, осының үш жолы бар. Ең бірінші, жақсы ментор табыңыз, жақсы ұстаз табыңыз. Ол сізді дұрыс бағытқа, дұрыс жолға бағыттап отырады. Екінші, жақсы бір курс табыңыз, немесе тренинг, немесе бір әртүрлі семинарларға барыңыз, офлайн қатысыңыз, немесе онлайн қатысыңыз. Үшінші, жақсы кітап оқыңыз. Енді бұл жерде ең жылдам жеткізетін жетістікке бұл бірінші. Қалғандар төмендей береді. Мүмкіндіктері, уақыт, тағы басқа, жылдамдығы дегендей. Сонымен достар, армандаңыз ең бірінші орында. Армандаңыз. Армансыз адам бұл қанатсыз құс секілді. Армандаңыз. Білесіз, біз кішкентай кезімізде көп армандайтын, бірақ өсе келе біз армандағымыз кішірейіп кетті. Себебі оны өзіңіз біліп отқан шығарсыз. Сол себепті армандаңыз. Және ол арманның орындалуына 150% кәміл имандай сеніңіз. Болды. Оратор үшін бұл өте маңызды. Өте ірі тұлғалардың 180%, 100% ғой енді. Армандаған адамдар. Түсініңіз бе? Өнер алды қызыл тіл, достар. Өзіңіздің бойыңыздағы ораторлық қабілетіңізді дамытқыңыз келсе, міндетті түрде менің онлайн курстарыма қатысыңыздар. Ал достар, сәттілік. Я супер! Ого, классно. Да, скорее всего, из тебя выйдет такой же баскетболист, как из меня. Наследственный, знаешь ли, а из меня еще тот баскетболист. Так что я к тому, что выше головы не прыгнешь, поэтому у тебя масса талантов, но не спортивных, так что нет смысла тратить время, ошиваясь на баскетбольной площадке, верно? Верно. Ну давай. Бросай. Эй. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет.